Шоқан Уәлиханов атындағы Торғай жалпы білім беретін мектебінің 5 А сынып оқушысы Қасым Томирис Абайғазы. Мен осы күзгі демалыста балалар кітапханасы жобасында сәйкес кітаппен өткен демалыс күнім қызықты тақырыбына байланысты Корей елінің халық ертегілері кітабын оқып жатырмын. Бұл кітапта 17 ертегі бар. Соның ішінде маған ең ұнаған ертегілердің аты көлеңке сатып алған жігіт. Осы көлеңке сатып алған жігіттің осы ертегінің суреті мінекей. Және де маған қатты ұнаған от жалында ит деген ертегі маған өте қатты ұнады. Бұл кітаптағы әр ертегілердің сюжеті өте қызықты және оқырманға тартымды баяндалған. Бұл ертегі мектеп жасындағы оқушылардың жас деңгейіне сай құрастырылған. Маған өте қатты бұл кітап өте ұнады. Және де жаңағы көлеңке сатып алған жігіт, соның ішінде жаңағы бай өзі қанағаты жоқ бай екен. Өйткені жаңағы өзінің үйінің жанында өсіп тұрған ағашты жаңағы жігітке бергісі келмеді. Сондықтан оны 5 миллионға сатып берді. Сосын жаңағы жігіт жаңағы ағаштың көлеңкесіне жатты, демалып жатты. Одан кейін жаңағы ағаштың көлеңкесі байдың үйіне қарай келді. Одан кейін жаңағы жігіт ағаштың көлеңкесі байдың үйіне барған соң, жігіт те сол байдың үйіне жатып алды. Соған бай ештеңе айта алмай аузы ашылып қалды. Сосын солай күнде жалғаса берді. Сосын жаңағы бай содан шаршап өзінің отбасымен басқа үйге көшіп кетті. Осы ертегі маған жаңағы ертегі осылай аяқталды. Мен осы кітапты оқуға кеңес беремін. Оқыңыздар. Өте қызықты кітап.